Кітап рухани қазына, ал кітапханашы сол қазынаның шырақшысы. Бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері саналы ғұмырын кітапхана саласына арнап, талай оқырманды білім мен руханиятқа қызығушылығын оятқан ардагер кітапханашы Рысмағамбетова Шарбан Мұхамедияқызы. Оның еңбек жолы жас мамандарға үлгі, кейінгі ұрпаққа өнеге. Ендеше өмір жолы мен еңбек тәжірибесіне бірге үңілейік. Уақытта жаңарқаға қарайды, қаражан жаңарқаға қарайды. Ең бірінші құрылыс болған уақытта. Сонда мен поселковый библиотека ашамыз біз. Алғашқы атылған құрылысқа неміз сол жерді Кайкенов деген поселканың председателі мені шақырып, 10-шы класс бітірген бала екенсің, сен біз кітапхана ашамыз. Сонда осы ауданға үлкен грузовой машинамен келіп, книжный магазин. Сол поселковый библиотека ең бірінші мен ескем. Ол жерде мен 63 жылға дейін мен еңбек еттім. Сосын 63 жылы отбасымызбен ауысып келдім де, сосын ауданға келіп жұмыс болмай, мәдениет саласы ғой енді. Мәдениет саласына аудандық неге кітапханада орын болмай, сосын мәдениет үйінде билет контролер болып жұмыс істедім. Сосын одан шықтым да 66 жылы, 64-66 жылы мінекей. Мен жұмыс істедім, мектепті по собственным желаниям шықтым. Содан кейін мен 66 жылы мен жерде көрінбей қапты. 20 январдан бастап мен Крупская атында орта мектеп, орыс мектебі қазақ мектебінен орыс класстары бөлініп шықты. Сонда тағы сол мектептің тағы кітапханасын ұйымдастырып, бір неге кітапхананы аштым. Ол уақытта Әлжаппаров деген кісі директор. Сол кісі директорлығы мені директор қалып, мен жаңағы орын болмай тұрған жаңа мектептің кітапханасына ауысып кеттім. Мектептің кітапханасында істегенім, мына 66 жылғы сентябрьге дейін мен осы бір мектептің несінде істедім. Совместно Крупская мектебінде кітапханашы бола жүріп, міне последний месяц учитель казахский язык. Қазақ тілінен сабақ бердім. Негізде менің бітіргенім Алматыдағы Жембидің кітапханашыларда факультетін бітіріп, сол істеген еңбегім сол менің нем, бірақ ол мектептің бұрын тылардагерімін қазір. Өйткені мен бала кезімде соғысшылық баламын ғой. Соғысшылық біздер сәби шағымыздан колхозда, өркендеудегі колхозда әкем менің бастық болды колхоздың. Сонда мен қазір қолымызбен колхоздың жұмысын істедік. Малсақ тердік, тезек тердік, бұзау бақтық, қозы бақтық, жұмыс істеп жүрген әйелдердің балаларын біз бола болсақ та еңбек еттік. Мен қазір тылардагерім, мен документім бар, көрсетейін бе? Біраз документтерім. Пенсионный выплата дейді, мінекей, пенсияға шыққандағым ба, ветеран труда танисыңдар ғой өзім. Ветеран труда қай жылдан Отан соғысының 75 жылдығы, 60 жыл өмір сүргенде 60 жылдығымызға кеп берген свидетельство о брак. Ана жақта тұр. Мынау Құмысалыққа егер 6 бала 8 бала туып, екеуі кішкентай кезде өліп қалды, оны есептеген жоқ. 6 балаға Құмысалыққа алқам бар. Неке қию дейді. Жерді тиісті менде. Міне ғой дейді. Жоқ. Ол бірелер балалар ер жетті. Ол үйленді, бала туды, қыз күйеуге шықты, баласын әкеп тастады, немере бағып. Міне биыл 40 жыл болды пенсияда отырғаныма, мен осы алдымызда сентябрьдің 1-інде 40 жыл болды пенсияда отырғаныма.
мен жарқыды рейденнен шығармын, басқа ешкім жоқ шығар дедім менде. Мүмкін. Сен кімнің қызысың? Бір қыздармен, подружкаларым болып ертеде институтты бірге бітіріп едік. Жемпуға қалай түстіңіз? Кітапхана мамандығын қалай таңдадыңыз? Өзіңіз таңдадыңыз? Өзім таңдағанда біз жұмыс берген, біз пединститутқа Қарағандыға барып едік. Бізге орыс тілі деген пәле болған жоқ емес пе? Орыстың тілінен қазақша бітірген балаларға орыс тілінен шығарма. Сонда 153 бала бітіріп барып едік. Соның бір-екі шақ бала түсті, институтқа түсе алмай қайтып келдік, орыс тілінен шығарма жаза. Орыстың тілінен осы торымызды қайнатты біздің орыстың тілі сол уақытта. Как раз қазақтарды орыстандырып, орыстың қаптаған уағына біздің как раз өмірге кіріскен уағымыз болыпты. Орыстанды, біздің заманымыз орыстандыру заман болды. Орыстың тілін білмесең адам емессің, мақұлықсың, пол жууға да сен алмайтын болды. Біз сол заманның адамымыз. Сондықтан бізді орыстар тілімізді өзіміздің елімізге келіп, біздің нанымызды жеп алып, тілімізді жұтып әкетті ғой. Соған мемлекетіміз жол берді ғой соған. Сондықтан орыстың тілінен қорлықты көріп, 2 жыл институтқа түсе алмай, соны қара жолға барып, қара жұмыс істедім. Қара жұмыс істеп жүргенде соның Кайкен сол жердің поселкесінің бастығы бір күні жаңадан ашылған құрылыс қой, кітапхана ашуымыз керек, жастарға білім керек деп, соны мектеп бітірген іздеген екен, мені тауып алды. Сосын өзі келіп осы мені шақырып алып айтты, біз поселкеге кітапхана ашып отырмыз. Сен өзім кітапты жақсы оқитынмын, кітапты жақсы белден сұрап алып оқитынмын. Сосын қуана келістім, соның алдыңға Жаңарқаға қарайды, Жаңарқаға келіп, кітап магазиннен бір машина кітап салып, қандай алу керек екен сұрастырдым. Осында әділ культура мәдениет үйіне бағынады онда. Сол мәдениет үйінің бастығы ғой, жерде маған қол қойып берген бірінші қабылдап алған. Сонда 7-8 жылда жұмыс істедім де, жұмысқа шықтым, сол жақта жүріп. Содан келгеннен кейін, қайтып семьяға байланысты келгеннен кейін, осы жаққа жаңағы орын болмай алғаш келді, дом культурада қайтадан мәдениетіме келдім ғой енді. Мәдениетім кино болады, мықты кино, жұмыс істеп жүріп. Сосын мектепте, Крупский атындағы орта мектеп, Ленин мектебінде орыс оқитын бала көбейді. Елдің бар баласын орысша берді ғой. Менің де 6 балам орысша оқыттым. Өзім орысынан қиыншылық көргеннен кейін бәрі орысша оқыды. Орыс сияқты қазір барлығы. Сол орысша балаларымыз қор болмас, өзіміз қор болдық орыстың тілін білмегендіктен. Соны орыс классы көбейгеннен кейін жеке мектеп болып шықты. Ленин мектебінде класс азайды. Орыс классында бүкіл бір класс болды, тіпті бір орыс баласы жоқ, қазақтың балаларының бәрі қазақша орысша оқиды. Осындай заман болған қарағым. Сол кітапханада жұмыс істеп жүрген кезде бір есіңізде қалған бір осы кітапханаға қатысты бір оқиғалар болды ма? Қандай бір осы ауданның басында, осы Крупскайда істеп жүрген кезде қандай бір ерекше оқиғалар болды? Есіңізде қалған бір жұмыс істеп жүрген уақытта? Қандай оқырмандарменен беседа жасадық, ондайлар болды кітапхананың. Мына кітап жақсы деп, өзіміз оқып алып, сосын мына кітапты оқыңдар деп предлагать етеміз. Жақсы кітаптар жоқ болса, басқа жерден сұрап алып, тағы да кітапханаға осындай кітаптар керек оқырмандарға деп, соны сұрап поселкемен алғызып отырдық. Сосын сол кітаптарды кітапхананың сөресіне тұрмайды, ондай жақсы кітаптар. Ол уақытта читательдер көп болатын. Қазір ғой читатель жоқ. Сол қазір читатель, оқырман жоқ дейді қазір аудан басында. Оқырман жоқ. Соған не айтасыз қазір? Жастарға кітап оқу үшін не істету керек деп ойлайсыз мысалы? Бұрынғымен салыстырғанда. Кітап оқу керек, кітапта білімнің бәрі кітапта. Кітап оқымасаң қараңғы болып қаласың. Ештеңе білмей қаласың. Мен 90 жасқа келдім бе, әлі кітап оқимын. Әлі кітабым бар. Ана жақта қараңдар, подвалым толған кітап. Бәлен жылғы журналдарым жатыр. Әлі күнге дейін журналдарға жазылып кітап оқимын. Газет, журнал оқып отырамын. Мен әлі оқимын. Әлі кітаптар
ана жақта да тұр кітаптарым, подвалым толған кітап көрсетейін мен. Иә, кітап оқымаған адам білімсіз қалады, ақылсыз қалады, ақымақ болады, білдің ба? Қартайғанда миы ауысып, миы ауып кетеді. Кітап оқыған адам, менің миым өзімде, 90-ға кетімде, миым өзімде, миым жақсы жұмыс істейді. Ептеп ұмытшақтығым бар енді, бірақ сондай менің жастарға болашақтарыңды ойлайтын болсаңдар, жастар, кітап оқыңдар, кітап адамның әрі досы, әрі білім иесі боласың, әрі ақылды азамат боласың, ғылым иесі боласың. Барлық адамға тіршілікте кітап бірінші орында болу керек деп мен ойлаймын. Солай өзімнің өмірім солай жастарға адам болғың келетін болса кітап оқы деймін. Мен солай деп айтамын. Газеттерде жүр, газеттерде жүр. Ода газетте жүр әнекей. Айдың газетіне шығыпты ғой мінекей. Осында жыландар неге жиі көрінеді? Осы үйде ненің астында жыландар жүр. Мен Соқаевың тұр мінекей. Жаңалықтың бәрін оқып отырмын мен. Бергенше мен оқимын деп алып кетіп қалдым. Газет, журнал, кітап. Апа, осы кітапханашы болу үшін инстаграммаға жібереді деген менің личный жағдайым жайында жібере аласыңдар ма? Мектеп кітапханасында көп жыл істедім мен. 20 жылдан артық жұмыс істедім. Оқушыларға учебниктің өзі көпшілік ол уақытта кітапханада болды. Сосын жай массовый читательдерге таңертеңнен кешке шейін мен мектепте жүрдім. Солай. Анауылықта Қаражалда келіп атқан жұмыскерлер ол уақытта жаңағы үлкен кітапханасының іргетасын қалап, сонда біраз жыл жұмыс істеп, сонда жұмысқа келген жұмыскерлердің барлығына жаңа кітаппенен білміз, үшін халыққа внеклассное чтение дейді ғой. Халыққа білім беру саласында еңбек еттім, таза еңбегім тап-таза. Мен айлықтан басқа бізде ештеңе болған жоқ. Кедейлікпен өмір сүрдік. мұғалімдер мысалы, мұғалім болу үшін, осы кітапханашы болу үшін адамға қандай қасиет керек деп ойлайсыз өзіңіз? Кітапханашы өзің жақсы читатель болуың керек, өзің оқырман болуың керек. Содан кейін халықпенен ақылдасып, қазіргі балалар, қазіргі бар, мынаны оқышай, өзіңе керек деп сөйтіп уговор жасап отырасың. Сосын бір жақсы кітаптар жайында оқырмандар конференциясын өткізетін, Шыңғыс Айтматовтың ана жеріне кітабы бойынша бір жақсы өткіздік. Содан кейін сол кітапқа елдің бәрі алып кететін болды. Сол сияқты тағы бірнеше кітаптар анда-санда жылына 2 рет 3 рет читательдік конференция өткізетінбіз. Сосын устный журнал деген болады читательный залда. Осының бәрін өз кітапхананы былай одан кітап беріп кете алады. Негізінде кітапхананың жұмысы ауыр, көп. Ол шынында читательдер көп уақытта мұрнымызға шу жетпейтін. Таңертең кешке дейін шаршап келетінбіз. Кітапты оқырманды үйге іздеп келетін таба алмай қалса. Кітап айырбастауға. Қазіргі уақытта читательдер жоқ, мен біліп отырмын, қиын сендерден талап етеді, читательдер жоқ. Сол кітапханаға оқырман тарту барысында жас кітапханашыларға, қазіргі қызметкерлерге қандай ақыл айтар едіңіз? Қазір осылай істесеңдер, адамдар кітап оқитын еді деген Халықпен мәдениет сөйлесу керек, жақсы тілмен сөйлесу керек, өзіне
адамды өзіне тарта білу керек әуелі. Содан кейін барып мына кітап оқырманға оқуға постоянно предлагать ету керек. Сен білім алғың келсе, болашақта адам болғың келетін болса, болашақта сен білімді, ғылымды болғың келетін болса, сен мына кітапты оқы, мынадан кейін мынаны оқы, мынадан кейін мынаны оқы, ай жақсысың сен. Оларды кішкене марапаттап, ондайларды ара-тұра неме бір жиналыс, қазір кітапхананың жұмысының мен аса енді ұмытып қалдым ғой, енді 40 жылдан бері мен енді. Біздің заманымызда енді общем кітап оқу бірінші орында, кітап оқырмандар көп болатын біздің заманымызда. Енді қазір кітапты халық іздеп жүретін, қазір енді басқаша жағдай, енді сен дегенменен оқырмандармен жұмыс істеу керек. Бұны мен ойлаймын, енді өздерің, ол обязательно менің бірден айтқанымнан емес, өздерің білімді болып, өздерің халық, негізінде халықпен жақсы тіл табысу керек, кітапханаға халықты тарта білу керек. Мен өзім солай деп ойлаймын, енді білмеймін. Жақсы байланыс орнату керек дейсіз ғой. Иә. Жалпы енді жастарға қазір мысалы ғылым, білім іздеген жастар жоқ емес, енді әрине ауданымызда да бар, жалпы дарынды балалар. Осы бір телефон бәле болып деп отыр ғой, айтып. Иә, қазір енді телефон мен өзім білмеймін де, қазір біреу өзім бір жерге звондап қойды білемін, біреу звондаса ала алмаймын да, оның өзін балаларым үйретуде миымнан шығып кетеді. Мен енді өз заманымның адамымын, жай телефонның өзін кейінгі уақытта көрдік біз. Біз светтің жоқ уақытында өмір сүрдік. Біз соғыстың кейінгі әлі дамымаған заманның жастарымыз ғой біз енді. Бірақ кітап оқуға біздің заманымыздың адамдары өте құмар еді. Қандай, Ленин мектебін 153 бала бітірдік, 5-10 класс бітірдік. Солардың қазір бір 2-3 қалдық па, мен бәрі жоқ уже, өмірде жоқ қыздарым. Сен заведушийсің ба? Иә. Осы бір заведуший, только мен көп отыра алмаймын, жатқым келеді, қисайғым келеді, өмірге құштар едік. Бірақ қазіргі балалар бәрі дайындап бергеннен кейін, бәрі дайын сияқты оларға, сосын өмірмен күресетін. Кітап оқымайды, кітап, мен естіған отырып кейде өлең айтам. Естегіскен біде айтыңдыңдар, мен өлең айтам, сендерге, бергіңдер, мынаны оқыдыңдар ма? Мен осы таяқта нан аяқ астында жатыр, андасында неге жазам? Мақала, бір өзімнің шындықты жазам, бірақ оның көбі шықпайды. Қазір мына редакторларда ауданның басшыларына жалпы шықтана ма, солардың қорқама, шындықты жазсам нетпейді, шығармайды. Кейбір қоғамда болып отқан өзгерістер, қоғамда болып отқан қолайсыз жағдайлар жазсам, оны шығармайды. Біреуді мақтасаң, қолма-қол шығарады онда. Өтірік мақтау керек. Мен мақтай алмаймын. Газеттіге кейбір жағдайлар болмаса шығармайды. Сосын кейде жазуды да қойдым, еңбегім босқа кетеді. Творческий еңбек қой. Иә. Бұрын нелерге жіберуші едім, республикалық газет журналдарға жіберетімін. Қазір жібере алмаймын, оның бәрі ақша екен, бәріне кальвертінің өзі бәлен теңге, оны жіберетін заказының өзі бәлен теңге, оған бару керек, жүруге шамам келмейді. Қазір жазуды аша, бірақ менің жазған мақалаларым бар, газеттер бар осында, ана жерде тұр. Көргілерің келе ме? Көріңдер, пожалуйста, ана жерде. Менің еңбек жолының анығын басыңдар. Анық шыққаны. Абайшы трудовый книжкам арқа неде болуға тиісті менің. Менің ауданымыздың несінде, музейінде болуға тиісті біраз минут. Мылтық ұстамасақ та соғыстық емес пе деген. Осының бәрі менің мақалаларым. Әйелдер алдап тұстайды дегенде бір естігенде балаң басындағы бағыңды болды жаздым. Оланың бәрі менің жазғандарым. Шалымыз мен екеуміздің гауһар тойымыздар.
екеуміз 60 жыл отын бәрі менің авторым менмін. Мен жазғандарым. Бір бәлеске бір ауырып жатып едім, бір медбике мені өлді. Онда бір мақтап қойғанмын. Осындай газеттерін жазамын мен. Қазір енді көп жазуға шамам да келмейді. Уақыт өзінің міне біреуге бір мақалаға пікір жазыппын, ол жазасын алмай қоймайды деп. Азаматтың обалына қалма деппін. Біреу жазған ғой, Алтын босаға газетіне жаңа жігітін тастап кеткен ба, қайдам дейін. Жігіт соңынан қалмаса да қашқан ба бір қатын. Естеліктерім, бір естеліктер жазыппын. Отан соғыс жылдарындағы өмірімді. Енді жоғарғы білімді кітапханашы мен ғана екен, ең бірінші Жаңаарқадағы ең бірінші жоғарғы білімді кітапханашы мен екенмін. Халыққа біліммен сусындатқан кітапханашының еңбегін ешкім керек қылмайды, бірақ кітапханашының жұмысы әрі қиын, әрі жауапты, әрі халыққа білім беру саласындағы еңбек. Сол кітап болмаса, білім алмасында сендер бастық боласыңдар ма деп олардың айтам әркімге. Бірақ оны қайтсын қазір нан тоқ, көйлектері көк. Қайдан бірдеңе жейміз, бірдеңе етеміз. Кітапханада бізде өлкетану деген клуб бар. Өлкетану деген клуб бар бізде. Шыққан жаңағы белгілі тұлғалардың, ақындардың, жазушылардың еңбектеріміз осы. Енді осыларды алып өздерің бірге ескеп кетіп қоям дейсіңдер ме? Бір шашасыңдар ма? Білмеймін, мен өздерің десіңдер. Мен пока көзім тірісінде. Мен де Алланың адамдардың мен жайында. Енді отбасылыда мен өзі пример болатын адаммын. Тұрақты отбасылы болдым. Көп балалы ана болдым. Асылда құрметті билеттер, сонда бұрыннан ылғи жазып келем осы. Нанның қадірін ылғи жазып келем. Осы өткен жолда да 17-ші, Жаңаарқаның 17-ші нөмірінде де шығыпты. Оқымадыңдар ма? Ас атасын қадірлейік деп. Бірақ мені қазір ешкім етіп атқан жоқ. Өйткені Тоқаевтың мынау кітап оқу дегенде мен үлкен жауапкершілікпен қараймын. И даже өзі пікірді жазып жіберемін деп отырмын. Президентіміз дұрыс жасаған екен. Кітапты аяқ астында жатыр кітап дегендер. Неден алып жатыр? Кітаптан алып жатыр. Білімнің бұлағы кітап. Ал менің өзімнің жеке жағдайымды елерім неге жіберетіндер кеткенім жақсы болды, айтып білмейтін мақұлық мал болып қалатын. Сонда ектеп сауат ашыпты. Содан кейін 4 жылдай ма сол жерде жұмыс істеп, өсім күріп, темір жолдың бірдеңесін оқып келіп, ауданға жұмыс істеп жүргенде армияға кетіпті 3,5 жыл, ол уақытта соғыстан кейін міндетті әскер 3,5 жыл Советский Гавань деген жерде бітірдім. Соны енді қайтып келгеннен кейін қайтадан жұмысқа жүрейін дедім. Жоқ, сен мынау техника керек, ауылдың бәріне машина, трактор, соған жастарды соған жібереміз деп Қарағандыға неге 6 ай оқыса шофырдың курсын мен 1 жыл оқыдым дейді, 2 қайтара оқыдым, өйткені орысша көп біле қоймаймын. Соны шофырдың курсын бітіріп, шофыр болып келіп жүргенде маған кездесіп, соны екеуміз 57 жыл қол ұстасқанбыз. Содан бері бірге өмірдің қиыншылығында көрдік, жоқшылығында көрдік. Баспанасыз әркімнің босағасында да қаңғып жүрдік. Біреудің мал қорасында паналаған күніміз болды. Қиыншылықты көп көрдік. Сонда да айырылысу дегенді білген жоқ едік. Қазір қолма-қол тамаша қылып той жасатқызады да айырылысып жатыр. Балалары жетім қалып жатыр. Мына заман не болып жатыр өзі. Сәбидің кінәсіне жүр. Менің немеремді 2-ші ұлымда Дом-культурада музыкант болып істейді, Қайрат деген. Соның бірінші қатынынан өздері қосылды, айырылысып кетіп, екеуінің қазасы ортасында туған бала менің бауырымда қалды туысыменен. Соны өсіп ер жеткіздім. Осында бірге еді, енді үйленіп еді, 2 кішкентайы бар. Сол
осы бір жұмадай болды, 10 шақты күннен асып кетті деймін. Үнсін жоқ, осы үйден квартираға шығып кетті, қатынның несімен немерем. Кішкене содан бері өзім кішкене не етіп бітірдім, бірақ жұмыс істеп жүріп бітірдім. Осы дипломымды таба алмай жүрмін, музейге өткіздім ау деймін, біраз нәрсе менің музейде бар. Менің әкемнің несі, осы Жаңарқаның 100 жылдығы болды, менің әкем ең бірінші ауданды ұйымдастырған алғашқы Асанқайғы болыс болғанда болыс болып келген екен, менің әкем Есендәулетов Мұхамедия деген кісі. Қазір 9 бала болған екенбіз. Ең үлкен 2 ағамыз соғыс құрбаны болып кетті, сразу үйленіп үлгермей соғысқа кетті. 19 жылғы, 21 жылғы, 24 жылғы ағам соғысқа барып, 90-ға келіп, көп жыл ұстаз мұғалім болып, анау жылы 2000 жылдары қайтыс болды. Содан 5 қыз едік, бәлдірет. 5 қыздың ең үлкеніміз Аманжол Әлтаев деген ақын бар ғой. Соның шешесі менің туған апам. Оның ақындығын бізге тартқан өзінің, әйтпесе әкесі мал бақып біреудің малын жегеннен басқа оның қолында ештеңе жоқтын. Өзі ерекше болды, ең 14-ші баласы. Ол да бір ерекше, ол апайда жайында ешкім ештеңе етпейді. Нағыз 14 баланың 14-ші Аманжол. 14-нің бәрі мал бағып, қой бағып жүріп, қой мен қозының арасында бірге жатып, сол балдар 14-ні аман есен өсті. Соның қазір ең үлкен қызы картайыңқырап барып қайтыс болды. Содан кейін Аманжолдың алдындағы бір ұлы авариядан өліп қалды. 12-сі әлі тірі. Шал кемпір болды. Рахмет апа, енді сөздің соңын қорытындыласақ, жалпы осы жастарға өзіңіздің батаңызды беріп, үлкендігіңізбен енді бір тілегіңізді айтып, ақыл кеңесіңізді айтып, сөзіміздің соңын қорытындылап, сұхбаттың соңын Бұны естейтіндер сендер. Жалғыз Жалғыз кітапхан емес. Мен уже қоғам қайраткері, мәдениет саласының да іргетасын қалаттым. Ол үшін ақша алғам жоқ. Мен белсенді болғам өзім уақытында. Мына ауданымыздың соғыстан келген мәдениеті бар ғой. Соны Жарылаш Шайхин екеуміз мына театрдың іргетасын қалаған бірнеше главный рөлдерді ойнадым. Менің суретім тұр ардагерлердің ішінде. Мына ішінде бар, менің сол театрда ойнағаным жайында. Сосын әнді өлеңді жақсы айтатынмын, даусым Роза Бағданованың даусында айтын. Естің ашып өзім өлең айтамын. Даусым бұрынғыдай болмаса да. Жастарға тілегіңізді айтсаңызшы. Жастарға тілегіңізді айтыңызшы. Жастарға тілегім болашақ балаларым, жастарым, менің ұрпақтарым. Орыстың педагог жазушысы Макаренко айтқан екен, чужие дети не бывает, все дети свои деп. Сондай осы қазақ қанынан шыққан баланың бәрі менің балаларым. Болашақта елді, отанды, жерді, білімді азамат болу үшін сендер кітаппен дос болыңдар. Кітап өмірде, кітаптан мен артық бақыт жоқ деп мен айтар едім. Кітап оқысаң, білімді боласың, ақылды боласың, мемлекетке пайдаң тиеді, өзіңе де пайдаң тиеді. Кітап өмірде бірінші орында болсын. Кім болсаң да бірінші орын кітап. Кітапханаға жиі барыңдар. Кітапханадан кітап алып оқып тұрыңдар. Кітапхананың есігін, табалдырығын тоздырып, кітапханаға жиі барсаңдар, білімді болып шығасыңдар балалар. Кітап үйіңнен кейінгі екінші орын кітапхана болсын деп мен сендерге тілек айтам. Болашақтарың болатын болса, сендердің барлықтарыңа аспандарың ашық болсын, замандарың тыныштық, бейбітшілік болсын, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Өмірге жауапты қараңдар, ақылмен қараңдар. Өмір ойыншық емес. Өмірде егер бір қателік жіберсең, өмір кешпейді. Әкең, шешең, қоғам бәрі кешер, бірақ өмірдің өзі қателігіңді кешпейді. Алдыңа сыбағаңды тартады. Мен оны осы өзімнің өмірімнен жақсы біліп жүрмін. Соны қателеспеу үшін кітап оқу керек. Ақылды болу керек. Ақылды болу үшін кітаппенен дос болу керек. Кітап оқығаннан басқа андай-мындай басқаға жеңіл-желпі жүрісті доғару керек жастар.
мемлекетіміз одан әрі дамысын десеңдер, әрқайсының мемлекеттің үлкен шаңырағының бір уығы болып қадалғыларың келетін болса балалар. Сондықтан болашақтарым кітап оқысаңдар, адам боласыңдар, ғұмырларың ұзақ болады, ақылды боласыңдар, ақылды адам болып шығасыңдар, өмірлерің жақсы болады, кітаппен дос болсаңдар, балаларым. Менің кімге болса да айтатын ақылым осы. Жас үлкенге де, жасы кішіге де, бала шағаға да, жас буындардың бәрін айтатын кітап өмірде бірінші орында болсын, кімге болса да. Рахмет, апа. Үшінші, жастарың ұзақ болсын, болашақтарың ашық болсын, бейбітшілікте өмір сүріңдер, заманың тыныштық болсын, бақытты болсын әрқайсыларың, қоғамдағы еңбектерің жемісті болып, әрқайсының өз отбасында менің жасыма дейін кәртайып, мен құсап, менің 90 жасыма сендерге нәсіп етсін, Алла.